Қайырлы күн, достар. Бүгін табиғи және пайдалы алма мен сәбіз қосылған шырын дайындайтын боламыз. Әуелі сәбізді жұқалап кесіп кастрөлге саламыз. Оның үстінен туралған алманы қосамыз. 1 литрдей су құямыз. Үш-төрт ас қасық қант саламыз. Кастрөлдің қақпағын жауып 20 минуттай қайнатамыз. Содан соң блендерді алып, барлығы массаға айналғанша еземіз. Арнайы ыдыстарға құйып, салқын жерге қоямыз. Міне достар, өте дәмді, табиғи әрі пайдалы сок дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазып лайк қоюды, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.